Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін шұжық пен ірімшік қосылған салат жасаймыз. Күнделікті немесе қонақ келгенде жасап беруге өте ыңғайлы. Жасалуы өте тез, оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. YouTube каналымнан шығатын басқа да видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды да ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттер: ас көктер, ірімшік, шұжық, қытырлақ нан, сухарики, майонез және қияр керек болады. Ең алдымен шұжықты ұзынша етіп турап аламыз. Турап алған шұжығымызды бөлек бір ыдысқа саламыз. Енді ірімшікті тураймыз. Ірімшікті де дәл солай ұзынша етіп, соломка тәрізді турап шығамыз. Ірімшігімізді саламыз. Енді қиярын тураймын. Қиярдың екі басын алып тастаймын. Ортасынан бөліп, тігінен қойып, осылай ұзынша етіп, қиярды да соломка тәріздес турап шығамыз. Екінші қиярымды турап алдым. Енді ас көктерін тураймыз. Петрушка, кинза, укроп. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Ас көкті ұнатпасаңыздар, қоспауға да болады. Міне турап алдым. Енді салатымызға саламыз. Енді қытырлақ нандарымды саламын. Сухарики, майонез 3 ас қасық, барлығын араластырамыз. Мен тұз қоспадым, өйткені шұжықтың өзі жартылай тұздалған. Егер еттен жасайтын болсаңыздар, дәміне қарай тұз қосуға болады. Мінекей салатымыз дайын болды. Енді тарелкамызға саламыз. Бұл салат өте оңай және тез дайын болады. Қазір дәмін татып көреміз. Өте дәмді. Жақыннан көрінісін көрсетейін. Міне осылай. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Каналымнан шығатын тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жүктелген видеолардан хабарлама барып тұрады.
Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.